Достар, сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Басқа да сабақтарды жіберіп алмас үшін әуелі каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар каналда плейлист деген бөлімнің ішінде барлық сабақтар сынып бойынша бөлініп тұр. Сонымен қатар мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, қызықты деректер, ақын жазушылар бойынша да ақпараттарды каналымнан таба аласыздар. 66-шы сабақ. Антоним дегеніміз не? Бүгінгі сабақта антоним сөздерді ажыратуды және сөйлеуде қолдануды үйренетін боламыз. 5-ші жаттығу. Өлеңді оқиық. 2 қол деген Мүбәрак Жаманбалиновтың өлеңі берілген екен. Қол жуғыштың қасына келе қалды балақан, ысқылады асыға, алақанды алақан. Ысқылады асыға оң қол менен сол қолын, ысқылады асыға сол қолымен оң қолын. Қарап еді сосын ол тап-таза деп қуанды. Қандай жақсы екі қол бірін-бірі жуады деген өте тамаша өлең берілген екен. Өлең не туралы? Бұнда тазалық туралы, иә? Өлеңдегі оң сол сөздерін айтылуы мен білдіретін мағынасы бойынша салыстыр. Бұл сөздердің мағынасы бір-біріне жақын ба әлде қарама-қарсы ма? Оң және сол дегенімізді біз енді өте жақсы білеміз деп ойлаймын, иә? Бұл сөздердің мағыналары бір-біріне жақын ба әлде қарама-қарсы ма? Әрине қарама-қарсы. Яғни мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздерді антоним сөздер деп айтамыз. Мысалы, биік аласа, кең, тар, жақсы, жаман дейтін болсақ, бұлар да мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Енді 6-шы жаттығуды орындап көрейік. Берілген мақал-мәтелдерді көшіріп жазу қажет және мақалдардың мағынасын түсіндіріп, оның ішіндегі қарама-қарсы сөздер бар ма, соны табайық. Озған мұрат, қалған ұят. Яғни не нәрседе озу, алдыға қарай ұмтылу, ол арманыңа жетуге жасалған бір қадам. Ал егер өз қатарыңнан қалып қойсаң, қолдағы бар мүмкіншілікті пайдаланбасаң, онда ол өзіңе сын әрі ұят. 2-ші, ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос. Ашу барысында адам кейін өкініп қалатындай іс-әрекеттерге баруы мүмкін, немесе біреуге ауыр сөздер айтып қоюы мүмкін. Сондықтан да барлығын сабырмен, ақылмен шешу керек. Мақалдардағы қарама-қарсы сөздер бұлар озған, қалған және дұшпан, дос деген сөздер. Тілімізде мұндай мағынасы қарама-қарсы сөздер көп кездеседі. Мысалы, ақ, қара, арзан, қымбат дегендей. Бұл сөздер міне антоним сөздер деп айтылады. 7-ші жаттығуда антоним сөздерді бір-бірімен сәйкестендіруіміз қажет. Мысалы, ащы, тұщы, қалың, жұқа, ұзын, қысқа, ерте, кеш, терең, таяз. Антонимдер мақал-мәтелдерде жиі қолданылады. Мысалы, көз қорқақ, қол батыр. Бұл мақалдағы қорқақ және батыр деген сөздер антоним сөздер, бір-біріне мағынасы қарама-қарсы сөздер. Ең тәтті де тіл, ең ащы да тіл. Бұл мақалдағы қарама-қарсы мәндес сөздер тәтті және ащы деген сөздер. Ал 8-ші жаттығуда бос төргөздерге олардың тұсындағы сөздің мағынасына қарама-қарсы сөздер тауып жазуымыз қажет. Ескі, жаңа, жақсы, жаман, жарық, қараңғы болады. Осымен бүгінгі сабаққа берілген тапсырмаларымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Осы видеомен достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.